Бас ауруының бірнеше себебі бар. Қатты ауырмайтын, бірақ ұзаққа созылатын ауру. Бұл кезде ешқандай шаншу болмайды, тек бас немесе мойын айналасында түйінделіп қалған сезім болады. Жеткіліксіз ұйқы, депрессия және стресс оның ең басты себептері. Қатты ауыртатын және шымшитын бас ауруы. Көбінесе көздің артында сезіледі. Жарыққа және дауыстарға қарсы тітіркену, лоқсу және жүрек айнуы болады. Себептері мезгілсіз тамақтану және гормонды дәрі-дәрмектер. Бұл бас сақинасы немесе мигрень деп аталады. Солқылдау өте қатты ауыртады, көбінесе бір көз айналасында немесе артында сезіледі. Мұрынның бітелуі көздің жасаурауымен бірге болуы мүмкін. Ауру көбінесе ұйқы кезінде болады. Спиртті ішімдіктер немесе темекі мұның ең басты себептері. Гайморитке байланысты ауырғанда белгілер ауыртпалы және тұрақты болып келеді. Мұрыннан тоқтамай су ағады, ауырғаны мұрынның үстінен бастап маңдайға және құлаққа дейін жайылады. Келесі аллергияға байланысты бас ауруы кезінде танаулардың бітелуі, көздердің жасаурауы, қышытпа және бастың шаншуы белгілерінен байқалады. Гүл тозаңы, зең және шаң ауруға себеп болады. Кофеинге байланысты да бас ауырады. Ол кезде бас шаншытып ауыртады және шамадан артық кофеин тұтынудан туындайды. Шаршауға байланысты болатын бас ауруы кезінде белгілі бір жердің ауырғанымен шектеліп қана қоймай, бас қатты солқылдайды. Себебі бұл кезде ауру шаршататын физикалық қозғалыстар. Түшкіру, жөтелу, ісік, мигреньмен бірге көрінуі мүмкін. Черепное давление деп жатамыз, бұл кезде баста қысым және қысылу сезімі байқалады. Жақтың ауырып шытырлау арқылы белгілерін көрсетеді. Бұған жақтағы келеңсіздік және стресс басты себеп болады. Ревматизм мойында немесе бастың артқы жағында қимылдағанда артатын аурулар. Тұз жиналуынан және суықтан болады. Көздің шаршауы да басты ауыртады. Ол кезде ауру сезімі негізінен көз айналасында сезіледі. Бас ауырғанда ең бастысы осы себептерді анықтап, дәріні соған сай ішкен дұрыс.